Қазіргі кезде иман деген сөздің мағынасын білмегендіктен қателесіп, орынсыз қолданып жүргендер өте көп. Алдымен иман дегеніміз не? Иман дегеніміз ислам дінінің растығына сену деген сөз. Сол сияқты мұсылмандардың ұғымы бойынша жүрегінде иманы бар деп исламның Алласынан Мұхаммедтің жеткізгендерінің барлығына шынайы сеніп, жүрекпен қабылдайтын адамды айтады. Ал атеист дегеніміз дінге де, Құдайдың бар екеніне де сенбейтін адам. Агностик Құдайдың бар екеніне күмәнмен қарайтын адам. Деист Құдайдың бар екеніне сенеді, бірақ пайғамбарларға да, дінге де сенбейтін адам. Өстіп, енді осы үшеуі де дінге сенбейтіндер. Дінге сенбейтін адамның жүрегінде дін қайдан болсын? Оның үстіне тәңірші қазақтың да жүрегінде қараңғылыққа сүйрейтін ислам дініне орын жоқ. Айтпақшы, тәңіршілдік ол қазақтың салт дәстүрі, сенімі және дүниетанымы. Тәңірші қазақта пайғамбар да, кітап та жоқ. Себебі әркім өзінің тәңіріне адами деңгейде сенеді. Тәңіршінің кітабы осы жарық дүние. Тәңірдің сыйы осы жарық дүниенің бар қызығы және жарық өмірдің бар бақыты. Осы ретте бірқатар сұрақтар туындайды. Мысалы, жүрегінде иманы барлар ғана жақсы адамдар деп кім айтты? Жүрегінде иманы барлар не үшін Сирияға бала-шағасымен барып соғысып жүр? Жүрегінде иманы барлар не үшін өтірік айтады? Жүрегінде иманы барлардың арасында талақ болып ажырасқандар неге көп? Жүрегінде иманы барлар басқа дінде жүргендерді не үшін кәпір деп жек көреді? Жүрегінде иманы бар адамдар не үшін исламға күмән келтіргендерді бала-шағасымен қырылып қал деп қарға пісілейді, немесе өлтіру керек дейді. Жүрегінде иманы бар адамдар ислам дінінен бас тартқандарды не үшін өлтіреді? Бұл сананың уланғаны немесе адамзатты ислам дінінде болмағаны үшін жек көру емес пе? Жүрегінде иманы барлардың ғылымда қандай жетістіктері бар? Адамзаттың игілігі үшін жасаған ең болмаса бір тұрмыстық техникасы, немесе бір транспорты бар ма? Жоқ. Жалпы жүрегінде иманы бар адамдарда неге гуманизм жоқ? Ал енді имандылардың, мұсылмандардың жек көретін жүрегінде иманы жоқ атеист, агностик, деист адамдар ғылыммен айналысып қаншама жетістікке жетті. Керек болса айтайын, исламистер пайдаланып отырған компьютер, смартфон, интернет, әлеуметтік желілер, исламистердің үйіндегі электр жарығы, тұрмыстық техникалар, жер бетіндегі теңіз және әуе транспорттары және тағы басқалардың бәрін осы жүрегіндегі иманы жоқ имансыздар жасады. Рас қой, рас. Ал мен жүрегінде иманы барлардың жолымен қазақ қоғамының жүргенін қаламаймын. Себебі мен еліміздің болашағына алаңдаймын. Еліміздің ислам дінін ұстанып артта қалғанын қаламаймын. Мен қазақ қоғамының ғылымға жақын болып, мемлекетімізді өркениетке жеткізуге ұмтылғанын қалаймын. Дін бар жерде ғылым дамымайды. Ғылым бар жерде дінге орын жоқ. Имансыз адамның жүрегінде әділдік, шындық, адамгершілік, мейірімділік, ғылымға жақындық бар. Әсіресе имансыз тәңіршінің
жүрегінде адамзатқа деген сүйіспеншілік, қонақжайлық, бауырмашылдық, өз ұлтының мүддесін қорғай білетін мінез, білім ғылымға жақындық және өз тәңірі бар. Әсіресе имансыз тәңіршінің жүрегінде адамзатқа деген сүйіспеншілік, қонақжайлық, бауырмашылдық, өз ұлтының мүддесін қорғай білетін мінез, білім ғылымға жақындық және өз тәңірі бар.